Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздер менен светлая капустаны пісіру әдісін білен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Бұл капустамыз қытырлақ дәмді болып шығады. Ол үшін бізге осылай светлая капустамызды алып, өзімізге керекті бөлшелерге бөліп, дайындап аламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, комментария қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Капусталарымызды бөлектерге бөліп дайындап алдық. Ал енді ыдысымызға суымызды құйып, үстінен капусталарымызды салып, керегінше тұз саламыз. Газымызды ең жоғары отқа қойып, 10 минут көлемінде жақсылап капусталарымызды қайнатып аламыз. Осы жерде қайнап атқанда вилка көмегі білен осылай тексіріп тұрсаңыздар болады. Қатты езіліп кетудің қажеті жоқ. Қатты да болып қалмау керек. Дайын болған капусталарымызды легінге салып алып қоямыз. Енді 2 жұмыртқамызды шағып, керегінше тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған жұмыртқамызды шетке қойып, сухариктерімізді бір ыдысқа салып, дайындап аламыз. Енді светлая капустамызды алып, алдымен жұмыртқамызға батырамыз, сосын кепкен нан сухаригімізге батырып дайындап аламыз. Тавамызға майымызды қойып, қыздырғойға қойып қоямыз бұл арада. Сосын дайын болған қызыған майымызға свеклаларымызды салып, әдемілеп екі бетін пісіріп аламыз. Капусталарымызды екі жақ қарап аударып, осылай әдемілеп пісіріп аламыз. Өте дәмді, қытырлақ болып шығады. Сіздер де семьяңыздағыларға жасап беріп, қуантсаңыздар болады. Ас болсын, сіздер де жасап қуантыңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Кездескенше.